Атамекен одағы рұқсат беру құжаттары туралы заң жобасын әзірлеп, экономикалық даму және сауда министрлігіне жіберді. Еліміздің ұлттық экономикалық палатасы барлық рұқсат түрлерін қысқартып, құжаттар санын азайтуды көздеп отыр. Бүгін Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономикалық палатасының президиум бюросының кеңейтілген отырысы өтті. Мұнда палата басқармасы президиум кеңесіне атқарылған іс-шаралар жайында баяндап есеп берді. Әкімшілік кедергілерді төмендету жұмысын жалғастыра отырып, Атамекен одағы 2012-2015 жылдарға арналған рұқсат жүйесін ары қарай реформалау концепциясы шеңберінде құрылған рұқсат беру құжаттарды және ескертулерді түгендеу бойынша сараптамалық топтың қызметіне белсенді қатысуда. Бүгінгі күнге дейін рұқсат беру құжаттардың 799-ның ішінде 307-сінің паспорттары қаралды. 19 рұқсат беру құжаттары жоюға ұсынылды. 16 рұқсат беру құжаттары ескертетін ретке ауыстырылуға ұсынылды. Атамекен ранее уже поднимал проблемы таможенного администрирования. Атамекен одағы кедендік тіркеу мәселелерін бұдан бұрындарда көтерген болатын. Кедендік тіркеуді жеңілдету үшін біздің тарапымыздан бірқатар ұсыныстар жасалған. Мақсатымыз құжаттар тізімін барынша қысқарту болатын. Түрлі мемлекеттік мекемелердің 40-қа жуық рәсімдеу құжаттарын 3-тен 5-ке дейін қысқарту көзделіп отыр. Предложили сделать от 3 до 5 документов. 2011 жылдың қазан айында құрылған Атамекен одағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша қоғамдық кеңеске 400-ден астам үндеме келіп түскен. Жамбыл Зейнолла, Марат Диханбаев, 24 KZ.